Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ассорти компотының рецептімен бөліскім келеді. Арнама қош келдіңіздер. Ассорти компотына алшаның екі түрін қолдандым. Яғни сливаның бірі ірілеу, бірі кіші түрін. Одан кейін алма қосамыз. Алманы жуып, тазалап, осындай бөліктерге бөліп алдым. Егер ұсақ алма болса, онда толықтай өзін қолданған дұрыс. Алдын ала банканы стерилизовать етіп аламыз, крышкасымен бірге. Одан кейін әр банкыға ірі және кішілеу алшаны бөліп, үстіне алманы салып шықтым. Менде мұнда 3 литрлік банкіден 5 банкідей компот шықты. Әр банкыға осындай кесемен, яғни пияламен қантты салып шықтым. Осылай барлық банкілерге салып болғаннан кейін қайнап тұрған суды құйып шығасыздар. Негізінде компотқа ысып тұрған лезде құю керек. Өйткені тұрып қалған 5 минут тұрып қалған су қайтадан ысытып құйған дұрыс. Банкыны жанынан емес, тура ортасынан суды құйған дұрыс. Өйткені жанынан құятын болсаңыздар, банкыларыңыз жарылып кетуі мүмкін. Енді әр банкамызды осылай жауып шығамыз. Менде мамам келіп көмектесті. Әр банканы одеялға орналастырып, осылай ары-бері шайқаған жөн. Жерге қойып алып, шайқасаңыздар да болады. Одан кейін осылай банканы төңкеріп, одеялдың астына орап тастаймыз. Бір түн тұрғаннан кейін ары қарай погребке немесе өздеріңіздің қоймаларыңызға қойып шығасыздар. Қыста таптырмас компоттың түрі болып келеді. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.